Қазақстандағы жұлдызды жаңалықтарды алғашқылар қатарында білгіңіз келсе, арна төмендегі бір ғана лайк және подписывайтесь түймелерін баса кетуді ұмытпаңыз. Ал онда біз бастадық. Сабина Алтынбекова бұрынғы күйеуіне қатысты сұхбат берді. Волейболшы Сабина Алтынбекова тележүргізушісі Динара Сәтжанға берген сұхбатында жеке өміріне қатысты тың ақпаратпен бөлісті деп хабарлайды Turkistan.kz, Alas.kz ұлттық порталына сілтеме жасап. Сондай-ақ экс-күйеуі менен балаларының арасындағы ерекше байланыс туралы айтып өтті. Ұлымның әкесімен әлеуметтік желіде таныстық. Махаббат пайда болып шаңырақ көтердік. Кейін екі жаққа кеттік. Бұрын сүйікті адаммен мәңгі бірге боламын деуші едім. Ол сөзімде тұрғымда келеді, бірақ өмірдің бағыты басқа екен. Сол үшін қазір ештеңе айта алмаймын. Айтқан сөздерім керісінше болып орындалып жатады. Көңіл күйім де өзгеріп жүр. Менің жеке өмірімдегі сәтсіздіктеріне айналысатын спортымның ешқандай да қатысы жоқ. Ешқандай зияны тиген жоқ. Тағдырыма ренжімеймін. Осылай болу керек шығар. Керісінше менің өмірімде ажырасу оқиғасы болғанынан өте қуаныштымын. Мен мұны абыроймен қабылдаймын. Ол өте керемет әке. Мен мұны бәріне айтамын. Ол ұлымызды қатты жақсы көреді. Олардың арасында ерекше байланыс бар. Болашақта қосылуымызға қатысты сұраққа нақты жауап бере алмаймын. Жоғарыда айтып кеткенімді керісінше болып қалуы мүмкін деп айтты Алтынбекова. Бізді тамашалауды жалғастырыңыз, сау саламат болыңыз.